Қайырлы күн достар, біз Сарыағаш медресесіне келдік, Сарыағаш қаласындағы. Осыдан 1 жыл бұрын келгенбіз, ол кезде әлі толықтай бітпеген болатын. Қазір құрылысы да барлығы бітті. Мына жақта катамаранға мінетін жер бар, қазір сол жаққа барып көреміз. Маған телефоның түссе болды, таппайын деп тұрсың ғой. Суы аздап ластау екен, бірақ мынау керемет. Осындай жоғары жақтың барлығына шырша егіп тастаған. Біз бара жатқан жақ мына жақ. Осында катамаран, қайық барлығын жалға береді. Қазір бағасын көреміз. Міне мынау мешіт. Видеодан қарағанда шынайы өмірде өте үлкен, биік көрінеді. Мына жақта анам, сіңілілерім, ағам бар. Тағы бір ағам жүрген. Біз қателесіп, біз бұл жақпен емес, мына мешіттің жолы арқылы барады екенбіз қайықтарға қарай. Очким түсіп кете беретін жаман болды. Элянур, неге мінейін деп атсың, қараш? Қарсай? Ұнап атыр ма саған? Қақта жүрсің сен өзі? Қарсай? Қайда жүрсің? Міне біз мына мешіт жақпен кіріп жатырмыз. Жаңа төменгі жақта жүрген едік. Міне мынау біз жаңа өткен жол. Күн сәл салқындат дегеннің өзі жамансыз болып тұр ғой. Саласың ба өзің? Иә. Жерге. Ұста, қолымнан бер. Ей, жай. Сен не қашыр? Тоқтайды. Мына жерден мына үлкен қайық сияқты жалға аласың. Мына жақта тамақтанатын жерлер бар және сусын алуға болады. Судың үстімен жүріп бара жатырмын. Илюш, жүрдік па? Қалай, Айша? Мама. Зор ма? Ұстап алдына, столыңнан ұста. Ашкең тағызай? Видео түсіре бер. Видео түсіре бер. Біз мінген нәрсенің нақты қалай аталатындығын шынымды айтсам білмейді екенмін, бірақ адам басына 500 теңгеден дейді, және кішкентай балаларға тегін. Жаңа сіздерге көрсеткен жерінде қайық және катамарандар бар, олардың да бағасы сол 500 теңгемен 1500 теңгенің аралығында болады. Түркістандағы керуен сарайдағы қайықтар 3000 теңгеден болып жатыр деп естідім. Енді оған қарағанда бұл жақта арзан және одан да кем түспейді деген ойдамын. Осындай судың бетінде таза ауада жүрдік. Fiyatını
Сарыағаш медресе колледжі. Ала зор қалмай жүрген. Ал, Илюш. Ырзасыңдар ма? Не. Костюм түсіп кетеді. Түсіп кетпейді. Мешіттің іші. Барлық кірген әйелдерге осындай халат беріледі. Мына жерде жарықты қоспапты, қоссам мынау күшті болайын деп тұр. Маса. Осымен Сарыағаш мешітіндегі видеомыз аяқталды. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.